Просто ол уақытымен тазаланбайды. Соны қазір қолға алып жатырмыз. Айттым ғой, биыл көктем басталғаны биыл, арық мәселесін тазалау жұмыстары қолға алғаннан кейін кішкене қалпына келеді деп ойлаймыз. Біз әкім болып келгелі Ляудан суды алған жоқ қой. Ол алдын ала қолға алғанның мәселесі болған. Біз неге десеңіз, февральда біздің Ляуданнан өтіп жатқан кішігірім көлшік өзендер, каналдардың бәрін біз қыстың алдында, мысалы қазақта айтады, жаздың қамын қыста ойлайды. Біз сол кезде түгел толығымен тазалау жұмыстарын жүргізіп, арықтың шет-шетін кеңейтіп, түптерін бәрін тазалағанның себебінен биыл біздің ауданда бір ауылда көшені су алу мәселесі туындаған жоқ. Халыққа қызмет көрсету орталығы салынып жатқанына біраз уақыт болды дейді. Қазыққа ол салынып жатқан жоқ ол. Салынып басталған, содан кейін тоқтаған, одан жоқ, әлі ол мекеме. Мен енді сұрағын халықтың сауалын жеткізейін, өзіңіз жауап бересіз. Сол әлі тұр дейді. Жалпы соның жай жапсары қалай болып отыр қазір? Халыққа қызмет көрсету орталығы мен әкім болып келгенде ол здание тұр.